Ассалаумағалейкум, құрметті мұсылман қазағым, құрметті көрермендер, сіздермен ағартушы, инвестор Ернар Маратбекұлы Сөбек. Құрметті көрермендерім, бүгінгі видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Өткен бүгінгі видеода мен сіздерді өзімнің портфеліммен таныстыратын боламын. Инвестициялық, сонымен қатар қандай акцияларды сатып алғанымды, жалпы сатқанымды алдыңғы видеодан бері қарай жалпы шолу жасап таныстырып өтетін боламын. Дисклеймер ретінде айта кетейін, бұл ешқандай да инвестициялық кеңес емес. Мен инвестициялық консультант, кеңесші немесе кәсіби маман емес. Мен тек қана өзімнің жеке тәжірибеммен бөлісемін. Сол себепті менің айтып жатқан нәрселерімді тек өзімнің жеке тәжірибем тұрғысынан қараңыздар. Жалпы алдыңғы видеода мен қазақстандық биржа жөнінде, қазақстандық квази мемлекеттік компаниялар жөнінде, олардың акциясын қалай алуға болады, қанша тұрады, әртүрлі саладағы Қазақтелеком, Қазатомпром сияқтыларды таныстырғым. Бұл жолы енді өзімнің жалпы портфеліме шолу жасап өтетін боламын. Содан бері өте көп өзгерістер болды. Және ең басты өзгерістер ретінде айтатын болсақ, міне менде қазіргі таңда Гонконг долларымен жаңа бөлік қосылды портфеліме. Мен алдында тек қана американдық экономикадағы әртүрлі сектордағы компанияларға диверсификация жасап, яғни әртараптандырып, әр сектордан тұтынушылық сектор, коммуналдық сектор, технологиялық сектор, экономиканың ауыл шаруашылық секторы, металдар өндіру секторы, бөлшек сауда секторы, осыларға инвестиция жасап жүрген болсам, бұл жолы енді мен инвестициялық стратегиямды ауыстырып, мен тек қана бір елдің әртүрлі экономикалық секторына ғана емес, мен жалпы жаһандық географиялық әртүрлі секторларға ауыса бастадым. Не үшін? Себебі оның басты себебі Американың президенті Дональд Трамптың бастаған тарифтік соғысына байланысты. Яғни сауда соғысы, ол протекционистік, яғни оқшаулану, өзінің нарығын қорғау үшін қытайлық тауарларға жалпы салықтар салып жатыр. Қытай өзінің нарығын қорғау үшін жауап ретінде ақш-тың тауарларына салық салып жатыр. Осы тұрғыдан мен бүкіл қаржыны жалпы бір америкалық акцияларды бір мемлекеттің ұстау тиімсіз деп санадым, және сол себепті оны қаржының біраз бөлігін Гонконг долларына ауыстырып, сөйтіп қытайлық Гонконг биржасынан NIO компаниясының акцияларын алдым. Менде NIO компаниясының акциялары алдында американдық биржадан да, NASDAQ-тан да алған болатынмын, бірақ сол сауда соғысының нәтижесінде мынадай ақпарат шықты. Қытайлық акцияларды биржадан американдық алып тастау мүмкін деген. Содан кейін барып мен сол тәуекелдің алдын алу үшін доллардан емес, гонконгтық қытайлық ақшаға ауыстырып, сол жақтағы акцияларды сатып алдым. Яғни географиялық тұрғыдан мен Гонконг қор биржасына да шығып, сол жақта сауда жасап, біраз тәжірибе жинап жатырмын. Сонымен қатар сол жаққа инвестиция жасадым. NIO компаниясының жалпы акцияларын мен 30 да 90 Гонконг долларын алған болатынмын. Ол қазір міне 4,13%-ға төмендеп қалып отыр бүгін. Өткенде өскен болатын 5%-ға, бүгін міне енді сәл түсіп қалып отыр. Биржадағы саудаға байланысты көп адам шамасы бұл компанияның, электромобиль өндіретін компанияның акцияларын сатқанға ұқсайды бүгін таңғы саудада. Бірақ бұл компанияның бұндай
құлдырауы акцияларының мені алаңдатпайды ешқандай. Неге? Себебі мен электромобильдік бұл компанияға ұзақ мерзімде салып отырмын. Себебі жаһандық жылыну күшейіп жатыр. Яғни 19 ғасырдан бері қарай келе жатқан мынау бүкіл дүние жүзінде көмірқышқыл газын шығарып жатқандықтан көліктер болсын, зауыттар болсын, ал әлем бойынша ауа ысып, фотосинтез процесі әлсіреп, жасылдандыру деңгейі төмендеп, ағаш отырғызу, яғни соның нәтижесінде ауа ысып, тіпті көмірқышқыл газының көп бөліну нәтижесінде атмосферада озон қабатының тесілуіне байланысты күн сәулесі жерге көп түсіп, осының нәтижесінде жаһандық жылыну орын алып жатыр. Байқап жатсаңыздар, Қазақстанда да жылдан жылға күшейіп келе жатыр ол. Маңғыстауда мысалы мал қырылды 2021-2020 жылдары. Біздің Түркістан облысында да өте қатты күн түсіп жатыр мысалы қазір. Мамыр айы болса да. Сол сияқты өрттер, одан соң су тасқындары, орман өрттері, құрғақшылық, осының бәрі жаһандық жылынудың әсері. Ал сол әсердің шешімі ретінде осы электромобильдер ұсынылып, американдық мәселен Tesla компаниясын алып қарайтын болсаңыздар, ол да дәл осы сегментте, яғни электромобиль шығарады. Бұл компанияда мына қараңыздар, $278 бір акциясы. Бұл Tesla компаниясының. Бұл 2020 жылы шамамен $40 болатын. Қандай өсім көрсеткенін көріп тұрсыздар. Сол себепті мына қытайлық NIO компаниясының да акциясын мен сол үшін сатып алдым. Яғни бұл компанияның акциясы ұзақ мерзімде алдағы 3-4 жылдың көлемінде өте қатты өседі деген сенімдемін, иншалла. Неге? Себебі Қытай үкіметі, компартия ішкі сұранысты қанағаттандыру үшін Қытайдың өзінің ішінде 1,5 миллиард қытайлық электромобиль алу үшін осы көмірқышқыл газын шығармайтын электр қуатымен жүретін көліктерге субсидияны күшейтіп жатыр. Және NIO компаниясы да өзінің жаңалығында баяндағандай, бұл компания өзінің жалпы экспорттық әлеуетін азайтып, тарифтік соғыстарға байланысты сыртқа емес, тауарды ішке бағыттап отыр. Міне осы тенденциялар бір жерден шыққандықтан, яғни үкімет те қолдап отыр субсидиямен, компания да өзінің экспорттық әлеуетін, тауарларын жалпы ішкі нарыққа бағыттап отқандықтан, бұл компанияның акциялары ұзақ мерзімде өседі деп мен Гонконг биржасынан осы компанияның акцияларын алдым. Басқа да көптеген компаниялар бар. JD.com, Alibaba'ның акциялары бар. Baidu деген американдық Google компаниясына конкурент, бәсекелес Қытайдың ішкі нарығындағы платформа бар, іздеу жүйесі, интернет. Осындай компаниялардың акцияларын бәрін алуға болады. Сонымен қатар BYD-дің акциялары бар, ол да тура осы NIO сияқты электромобиль шығарады. Бірақ Гонконг биржасынан алған кезде бір ерекшелік, міне қазір сіздерге мен көрсетейін. Мысалы BYD жоқ, JD.comның акцияларын көрсететін болсам мен сіздерге, міне мынау HKAX деген бұл Гонконг Exchange деген сөз, яғни Гонконг қор биржасы. Міне 130 Гонконг доллары екен. Бүгінгі баға 1,35%-ға құлдыраған, 1,79 Гонконг доллар жоғалтылған. Міне бұл жерде қарасаңыздар, мән беріп қарасаңыздар, мына размер лото деген 50 деп тұрмын, көріп тұрсыздар ма? Бұл деген сөз, сіздер 50 акциядан кем ала алмайсыздар деген сөз. Яғни мынаны 50-ге көбейтетін болсақ, 1300, шамамен 5000 Гонконг доллары сіздерде болу керек. Сондай-ақ мына жерде Баба деп жазсақ, мына Alibaba'ның акциялары 123 Гонконг доллары, бұның лоты
100 акциядан кем алмайсыздар. Міне осындай кішкене қиындық бар екен, яғни бір штуктап алуға мүмкіндік жоқ Гонконг қор биржасында. Тек қана осындай белгілі бір лимиттен асырып аласыздар. Сонымен қатар Қытайдың мысалы Xiaomi компаниясы бар, өзі телефон өндіретін. Міне 52 Гонконг доллары, бұның 200 акциясын алмасаңыздар, яғни 100-і 5.000, 10.000 Гонконг доллары болмаса сіздерде. Қазір міне нарық ашылып тұр, Гонконг қор биржасы қазір құлдырап жатыр. Міне Xiaomi'дің акциялары өздеріңіз көріп тұрғандай. Міне осылай Гонконг биржасынан алуға болады. Бірақ ескеретін маңызы жай осы лот, яғни бұны ұзақ мерзімде аласыздар, қысқа мерзімде алып сату өте қиын екен бұл жақта, және жаңағыдай акция алу барысында шектеу бар. Міне осы гиганттар, одан кейін бар тағы қандай компания бар мысалы Қытайда. Сіздермен біз білетін осы Alibaba, JD.com, Xiaomi компаниясы Қазақстанда, одан соң Sinoil'дың материнский компаниясы Sinopec'ті көруге болады. Мына компания осы шамасы сол основном, міне Sinopec. Бұл компания осы Sinoil бензин заправкілерін басқаратын компания. 1 Гонконг доллары, бұның лоты 2000, яғни 2000 Гонконг доллары болса ғана сіздерде ала аласыздар. Осындай жақсы дамитын компаниялар бар, бірақ жаңағыдай штуктап ала алмайсыздар, үлкен қаржы керек. Сол себепті мен осы Гонконг долларына да шығып, осы географиялық тұрғыдан әртараптандырып жатырмын портфелімді. Бұл жалпы қазіргідей мынау сауда соғысы кезінде өте тиімді, себебі бір мемлекетке бүкіл жұмыртқаны бір жәшікке салуға болмайтын секілді, сынып кетуі мүмкін, қандай да бір жағдай болса, барлығы бірдей. Сол себепті мен басқа корзиналарға да, басқа жәшіктерге де салып жатырмын. Яғни қытайлық Гонконг биржасына да шықтым, әзірге осы Ньюдан бастадым. Ертең инвестициямды арттырған сайын, тәжірибе жинаған сайын мен бұл бағытта көбірек жұмыс жасай бастаймын. Одан кейін міне Ұлыбританиялық фунт стерлинг шамамен 2 штук Royal Dutch Shell британдық гигант компанияның, мұнай-газ компаниясының акциясын алдым. Бұл Shell компаниясы, Royal Dutch Shell. Неге бұл компанияның акциясын алдым? Себебі Royal Dutch Shell бұл біздің Маңғыстаудағы Арман деген мұнай-газ компаниясы бар. Соның 50%-на иелік етіп отырған компания. Ал сонымен қатар Қарашығанақ мұнай кенішінің 17%-ын акциясын иелік етеді. Ал мен осы Shell компаниясының акциясын алу арқылы, яғни өзіміздің мұнайды алып сатып отырған компанияның акциясын алып, мен тиісінше өзіміздің мемлекеттің ұлттық мұнайынан ақша табу мүмкіндігіне ие болдым. Бірақ мен бұны өзіміздің қазақстандық теңгемен, тікелей қазақстандық қор биржасынан алған жоқпын, себебі бізде теңге жалпы өте валюталық тұрғыда әлсіз. Мен сол себепті оны Лондон қор биржасынан мына жерден фунт стерлингпен алдым. Яғни фунт стерлинг өте құнды валюта, өткен Ұлыбританияның экономикасы өте мықты. Сол себепті алдым. Және дивиденді бар. Мен бұны ұзақ мерзімде ұстаймын. Жылына 4 рет дивиденд төлейді екен. 0,27 фунт стерлингпен. Ал ол тиімді. Фунт стерлингпен ақша тапсаң, ол қазақстандық теңгеден әлдеқайда құнды валюта. Осылай мен өзіміздің ұлттық байлыққа акционер болып, содан ақша тауып отқан шетелдік инвесторлардың, яғни шетелдік мұнай-газ компаниясының үлесін алу арқылы өзіміздің халықтың да ақшасын былайша айтқанда қайтарып алып отырмын.
мұсылман қазағымыздың. Сіздер де солай жасай аласыздар. Мен жасаңыздар деп кеңес бермеймін. Менің тәжірибеме қарай отырып жасасаңыздар болады, бірақ таңдау еркі өздеріңізде. Мен жалпы өз тәжірибеммен таныстырып жатырмын, қайталап айтамын. Содан кейін мен тағы қай компанияға, одан соң мен мынау Bayer еуро, яғни еуроодақтың валютасына шықтым да Bayer компаниясының акциясын алдым. Бұл Bayer компаниясы қандай компания? Мен сіздерге қазір көрсетейін бұны. Bayer AG компаниясы бұл германиялық компания, дивиденді бар бұл компанияның да. Және бұл германиялық компания негізінен ғылыммен айналысады, және оның ішінде биотехнологиямен көбірек айналысады. Мына өсімдік шаруашылығында, фармацевтикада, сонымен қатар адам денсаулығы саласында, тұқымдарды жетілдірумен, ауыл шаруашылығында, сонымен қатар химиялық, биологиялық қорғаныс құралдарын, осылардың барлығын ғылыми тұрғыда ойлап табатын өте дамыған технологиялық компания, әрі денсаулық сақтау саласындағы компания. Бұл өте гигант компаниялардың бірі. Қазір мен сіздерге бұл компанияның жалпы қаржылық мүмкіндіктерін айтып беретін болсам, бұл компанияның қаражаты орасан зор. Міне қараңыздар сіздер. Активтері 21 жылы 20 миллиард еуро болған. Бұл біздің ұлттық қордан 2 есе көп. Бұл 21 оның үстіне. Қазір ағылшындық Википедиямен қарап, мен сіздерге бұның соңғы көрсеткішін көрсетейін. 24 жылғы. Міне. Немецкая многонациональная фармацевтическая и биотехнологическая компания, одна из крупнейших фармацевтических и биомедицинских компаниялар. Дүние жүзінде дәрі-дәрмек сату бойынша бізге Германиядан келетін дәрілердің басым көпшілігін осы Bayer компаниясы жібереді. Мен соның акциясына иелік етіп отырмын бүгінгі таңда. Бұл алпауыт компания денсаулық сақтау тауарларын, медициналық құрал-жабдықтарды да өндіреді. Міне 24 жылы қарайтын болсақ, 102 миллиард евро активі бар. Біздің ұлттық қордан 2 есе көп. Көрдіңіздер ғой, қандай гигант компания екенін. Сол себепті мен осы компанияның акцияларын алдым. Сонымен қатар бұл компания айтпақшы қызығы Bayer Leverkusen деген футбольный команда бар ғой, германиялық. Сол команданың да иеленушісі. Мына қараңыздар сіздер қазір. Bayer Leverkusen, немецкий профессиональный футбольный клуб, базирующийся в Ливеркузене, Северный Рейн-Вестфалия. Он выступает в Бундеслиге, высшем дивизионе немецкого футбола. Дейді, енді қарасаңыздар, міне владелец дегенге қарасаңыздар, Bayer AG деп тұр. Бұны бассақ, жаңағы компанияға кіреміз. Яғни Bayer Leverkusen футбол командасы осы Bayer компаниясына тиесілі. AG компаниясы. Ал Bayer AG компаниясының акциясы маған тиесілі. Bayer Leverkusen командасының футбол командасы осы Bayer AG-ге тиесілі, ал Bayer AG компаниясының акциясы маған тиесілі. Сонда мен футбол командасының да иеленушілерінің бірімін, егелерінің. Міне бұл еуроодақтың акцияларына салдым. Бір штугын алдым. Қазір қарап отырмын, өте жақсы өсім, 6,94%. 2 еуро тауып тұрмын, міне көріп тұрсыздар. Мына жақта Shell'дің акциялары да өсіп жатыр. Одан соң мен қандай компанияларға акцияларын сатып алып иелік етіп отырмын. Nvidia компаниясына өте жақсы кірдім, $99 мен. Қазір бұл компанияның акциялары
$114 дейін өсті. Мына 14-те 41%-ға өсіп тұр. Яғни мен $15 жоқ ақша тауып тұрмын. Google компаниясының 2 акциясын сатып алғам $151 кезінде. Google компаниясын бәріңіз білесіздер деп ойлаймын. Alphabet мега холдингі, бұл конгломерат, гигант. Мынау біздің, мысалы мен қазір осы мына өзімнің брокерлік Freedom арқылы көрсетіп отырмын ғой сіздерге. Осыны мен мысалы мына жақта Google Play-ден тартып алам. Байқасаңыздар, қай жерден дедім? Google Play дедім. Яғни осы Google Play, мына отырған мына Google іздеу жүйесі, Chrome браузер, Gmail, карта, YouTube, Google Диск, Google TV, Google Meet, Google Photo, осының бәрі осы Alphabet холдингіне қарайды. Бұл енді бүкіл дүние жүзіндегі трансұлттық алпауыт компания. Қазір бұл компанияның жалпы мен сіздерге несін таныстыратын болсам, бұл орасан зор үлкен компания. Американская многонациональная технологическая холдинговая компания со штаб-квартирой Mountain View, Калифорния. Alphabet третья в мире. Әлемдегі 3-ші технологиялық компания. Өзінің табысы бойынша Amazon мен Apple'дан кейін. Крупнейшая технологическая компания по прибыли и одна из самых дорогих компаний мира. Әлемдегі ең қымбат компаниялардың бірі. Бұл компанияның енді бюджетін есептейтін болсақ, қазір басымыз жарылады. Міне қараңыздаршы, әшейін кірісінің өзі $350 миллиард. Бұл бүкіл Қазақстанның жалпы ішкі өнімімен жуықтас бір жылда. Бұл да бір жылдағысы. Көрдіңіздер ғой, бір компанияның бюджеті, бір жылдағы кірісі бір мемлекеттің кірісімен шамалас. Біз мұнай, уран, газ, мыс, мырыш, молибден, не бар тағы, бидай, бүкіл Қазақстан 20 миллион жабылып жүріп сатамыз, мысалы тауарлар сыртқа. Соның барлығының ақшасымен бір ғана технологиялық Google компаниясының ақшасы, кірісі бірдей болып тұр. Көріп тұрсыздар ғой. Операционный доходы. Мынау доход жалпы кіріс болса, операционный доход, яғни нақты жарнамалардан түсетін кіріс. Бұл $112 миллиард. А бұл біздің ұлттық қордан 2 есе көп. Таза пайдасы соның ішінде. Шығындатып тастағанда $100 миллиард ақш доллары. Бұл деген сөз, енді сіз өздеріңіз ойлай беріңіздер. $100 миллиард ақш доллары деген бұл ұлттық қордан 2 есеге жуық көп. Бұл таза пайдасы. Ал активтері $450 миллиард. Яғни компанияның ғимараттары, офистері, компьютерлері, бүкіл балансында бар заттар, тауарлар құны жалпы $450 миллиард тұрады екен. Міне сұмдық. Яғни Қазақстанмен бірдей компания ғой. $325 миллиард таза капиталы бар. 185 мың қызметкері бар бұл компанияның. Гигант компания. Және бір қызық нәрсе көрсетейін сіздерге. Бұл гиганттықтың бұдан да қызығын көрсететін болсақ, бұны Google Plex, Tom Alphabet Inc, Mountain View. Қараңыздар, офисі қандай. Міне, қандай офис. Сұмдық үлкен компания. Енді сіздерге қызығын көрсетейін. SpaceX деген компания бар. Бұл космосқа адам жібереміз деп жүрген компания ғой. Космосқа адам жіберіп, Марсты колонизациялаймыз деп жүрген Илон Масктың компаниясы. Бұл компанияның акционері,
яғни инвесторы сол жаңағы Google компаниясы. Яғни мен осы космотуризмді дамытып, Марсты колонизировать етем деп жатқан Масктың SpaceX компаниясына Google арқылы иелік етіп отырмын деген сөз, құрметті мұсылман қазағым. Бұған кейін тағы бір ерекше тоқталамыз. Бұл үлкен ұзақ әңгіме. Жалпы бұл жолы мен сіздерге өзімнің портфелімдегі өзгерістер туралы айтуға шешім қабылдап көрсетіп отқан жайым бар. Amazon компаниясы да бұл да өзі жеке бір арнайы шығарылымды қажет ететін акция. Одан соң мына жерде MP Materials деген және мына жерде Neocorp Developments деген компаниялардың акцияларын алғам. Не үшін бұл екі компанияның акцияларын алдым деген сұрақ. Бұл екі компания немен айналысады десеңіздер, бұл екі компания ақшта сирек металдармен айналысады. Бұларға да кейін жеке-жеке арнайы тоқталатын боламын. Бұл компаниялардың барлығы да жалпы жеке тоқталуды қажет етеді. Nvidia компаниясы бұл жасанды интеллект саласындағы алпауыт компаниялардың бірі. Бұл да $1 триллион астам капитализациясы бар компания. SPUS деген бұл ETF деген жалпы Exchange Trade Fund дейді. Яғни бірнеше компаниялардың басын біріктіретін фонд. Қазір сіздерге көрсетейін. SPUS міне. Және бұл шариғатқа сәйкес мұсылмандық тұрғыдан барлық несі дұрыс компанияларды біріктіретін фонд. Енді қарасаңыздар, мына жерде бұл компанияның, бұл фондтың құрамында Microsoft компаниясының 148.752 дана акциясы бар. Apple әлемдегі ең үлкен компанияның акциялары бар. Nvidia'ның акциялары бар. Amazon, Alphabet, Meta компаниясының акциялары бар. Яғни бұл инвестициялық қор осы алпауыттардың бәрінің акцияларын бір жерге біріктіріп, сосын фондтың акцияларын сатылымға шығарады. Яғни мен фондтың акциясын алу арқылы бір данасын алғам. Мен мына компаниялардың бәрінің Microsoft, мына жақта Apple, Meta, Broadcom, ExxonMobil, Tesla, Procter & Gamble, Johnson & Johnson осылардың бәрінің акцияларына иелік етіп отырмын, құрметті мұсылман қазағым. Көрдіңіздер ғой. Бұл ETF дегенде де алдағы уақытта мен жеке шығарылым жасаймын. Жалпы бүгін бір шолу жасап өтейін дедім. Одан соң мына жерде QBT деген акцияларды алдым. Бұл қандай? Бұл кванттық компьютерлерді өндірумен айналысатын компания. Одан соң Newmont Corporation деген компания акцияларын алдым. Бұл алтын өндірумен айналысатын компания. Алтын өндіреді, қазба түрде алады, одан кейін оны құйма түрінде банктерге, жеке фондтарға сатады. Сонымен қатар мен бұлар алтын өндірумен айналысатын болса, кен орындарынан мен мына жақта GLDM деген бұл тек қана алтынды алып құйма түрінде сақтайтын фонд. Сондай-ақ Barrick Gold деген осы Newmont Corporation әлемдегі нөмір 1 алтын өндіруші компания. Ал мынау соның конкуренті канадалық. Осы екі компанияның акцияларын алдым. Одан кейін жылжымайтын мүлік саласында Apple Hospitality, яғни қонақ үйлермен айналысатын компанияның акцияларын ұстап отырмын. Бұл компания болғанда бұл REIT, яғни Real Estate Trust фонд дейді. Бұл да инвестициялық қор, яғни жылжымайтын мүліктердің қоры. Бұған да арнайы алдағы уақытта шығарылым жасайтын боламын. Жалпы қысқадан нұсқа айтып жатырмын қазір. Мынау Micropolis деген менің ең бір қате инвестицияларымның бірі. Өте қымбат кезде алып қойдым. Арзан кезде алу керек еді. Бірақ жалпы бұл компанияның
айналысатын жұмыс өте мықты, болашағы зор. Бұны оңайлықпен сатпаймын мен жақын арада. Неге десеңіздер, бұл компания жалпы Біріккен Араб Әмірліктерінде орналасқан. Жалпы міне автономды мобильді роботтар шығарумен айналысады. Дубайдың мына полицияларын, Дубайдың ұшатын жаңағы көліктерін естіп жатқан шығарсыздар. Сол бәрін өндірумен сол бағытта жұмыс жасайтын Micropolis Holding деген компания. Соның акцияларын алдым, бірақ қымбаттау алып қойдым сәл. Бірақ өкінбеймін, ұзақ мерзімде алдым. Міне жалпы менің портфелім қазір $35 көбейіп тұр. Қаржым жалпы өте қатты диверсификацияладым деп айтсам болады. Яғни әртараптандырдым. Менде ETF қорлар да бар, сонымен қатар рейд бар, жылжымайтын мүлік саласында жаңа инновациялық технологиялар да бар. Алтын қорының акциясын алдым, алтын өндіруші компаниялардың акцияларын алдым. Сонымен қатар технологиялық гиганттардың да акцияларын алдым. Сонымен қатар басқа континенттерден, яғни Европадан, басқа мемлекеттерден, экономикалық аймақтардан, Ұлыбританиядан, Лондон қор биржасынан, Еуропа қор биржасынан, сонымен қатар Гонконг қор биржаларынан алдым. Яғни географиялық тұрғыдан да әртараптандырдым, экономикалық секторларға да әртараптандырдым. Сонымен қатар мен өзімнің портфелімді осы экономикадағы әртүрлі модельдер тұрғысында әртараптандырдым. Яғни ол қорлар, ETF қорлар, инвестициялық қорлар, міне осындай әртараптандырған портфеліме шолу жасап көрсеттім сіздерге. Құрметті мұсылман қазағым, видео ұнаған болса, пайдалы болған болса, лүпіл басыңыздар, астына сұрақтарыңыз қойыңыздар. Сонымен қатар видеоны бөлісіп отырыңыздар, және арнаға тіркелмеген болсаңыздар, тіркеле кетуді де ұмытпаңыздар. Құрметті мұсылман қазағым, сіздермен бірге болған ағартушы Ернар Маратбекұлы Ұстабек. Келесі пайдалы видеоларда кездескенше, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.